Қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Байтленова Ақмарал. Сынып 7-ші сынып оқыту қазақ тілінде. Пән қазақ тілі. Бөлім ауа райы және климаттық өзгерістер. Сабақтың тақырыбы қар. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерінің синонимдік қатарымен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазу. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу. Сабақ мақсаттары. Барлық оқушылар мәтінді тыңдай отырып сұрақтарға жауап береді, тірек сөздер мен сөз тіркестерін табады, жіктік жалғауын үндестік заңына сәйкес жалғайды, мәтін жазады. Сабақтың басы. Ұйымдастыру кезеңі. Сыныпта жағымды ахуал қалыптастыру үшін жылы лебіз әдісі қолданылады. Оқушыларға табиғат құбылыстарының атауы жазылған таратпа қағаз таратылады. Оқушыларды таратылған табиғат құбылыстарының жалпы атаулары бойынша топқа бөледі. Топқа бөлу ауа райы тобы, мезгілдер тобы, құбылыстар тобы. Оқушыларды қошеметтеу әдісі арқылы бағалаймыз. Үй тапсырмасы және өткен сабақтағы білім Spinner Wheel платформасы арқылы тексеріледі. Білім алушылар кездейсоқ таңдалған сұраққа жауап берулері қажет. Ақ шынақ, ақ боран деген боранның түрлеріне сипаттама бер. Боранның 5 түрін атап, әрқайсына сипаттама бер. Боранның басқа қандай түрлерін білесің? Тәуелді септеу дегеніміз не және мысал келтір. Жай септеу дегеніміз не және мысал келтір. Боран сөзін септеп бер. Малшы сөзін септеп бер. Қызығушылықты ояту мақсатында білім алушыларға қар туралы бейнематериал көрсетіледі. Боламын. Ішімдегі сыймаған соң зорағын қарға айналып қара жерге қонамын. Танысалық, менің аппақ қар боламын. Ренжітпеңдер ертегі елі қонағын. Рас талай жүректерді тонадым, ызғарымнан кейде өзім де тоңамын. Айнала ақ қарға оранып, аязды күндерде елімізге келіп қалды. Қардың ерекшелігін алдағы бейне көріністен бірге білеміз. Қардың жапалақтап жауы біз үшін үйреншікті жай, ал қар мүлде түспейтін жерлер де бар. Мысалға тропиктік аймақтар. Алайда климаттың күрт өзгеруіне байланысты Кенияда 2008 жылы бірінші рет қар жауған. Суық қарды өмірінде тұңғыш көрген Кения жұртшылығы таңырқай қарағаны рас. Біз көбіне қарды ұсақ домалақ күйінде көреміз, ал түйіршіктерін жекелей қарасақ, мынадай әдемі өрнектерді байқаймыз. Ғалымдар қар түйіршіктерін 10 топқа жіктеген, яғни дөңгеленген, 3 бұрышты, 6 қырлы, пластинка тәріздес және тағы басқалай. Алайда миллиардтап жауған қар түйіршіктері бір-біріне мүлде ұқсамайды. Оны суретке түсіріп алуда оңай дүние емес, лезде еріп кетеді. Ал сіз осы қардың қалай пайда болатынын білесіз бе? Қар мұз кристалдарынан тұрады. Мұз кристалдары -22-ден -40 градус аралығындағы суық температурада қалыптасады. Естеріңізде болсын, аспаннан түсетін мұз кристалдары 1 мм-ге де жетпейді. Су буының нәтижесінде өте шағын кристалдар үлкейіп жұлдызшаға айналады. Кейін атмосферадағы ретсіз қозғалыстың салдарынан жұлдызшалар бір-бірімен ұйыса бірігіп, жерге жапалақ қар болып түседі. Ал енді қар туралы қызықты ақпараттарға тоқталсақ, 1969 жылы Швейцарияда қара қар, ал 1955 жылы Калифорнияда жасыл қар жауған. Антарктиданың биік тауларында қызыл түсті қарлар кездескен. Алайда ғалымдар бұның құпиясын таба алмады. Ал әлемдегі ең үлкен қар 1987 жылы 28 қаңтар күні ақш-тан табылды. Оның диаметрі 38 сантиметрге жеткен. Бейнематериалды көрген білім алушыларға пысықтау сұрақтары қойылады. Бейнематериал не туралы? Бейнематериалда қандай қызықты деректер айтылған? Бейнематериалдағы негізгі тірек сөздер мен сөз тіркестерін атаңдар. Негізгі ақпараттарды атап шық. Смайликтер арқылы білім алушылардың жауаптарына кері байланыс беріп отырылады. Бейнематериалға байланысты сұрақтарға жауап берген соң, білім алушылар бүгінгі сабақтың тақырыбын болжайды. Бүгінгі сабақтың тақырыбы нақтыланған соң, білім алушыларға оқу мақсаты түсіндіріледі. Білім алушылар өзін-өзі бағалап отыру үшін бағалау парақшасы таратылады. Бірінші тапсырма оқылым тапсырмасы.
Мәтінді оқыңдар, мәтіндегі тірек сөздер мен сөз тіркестерін табыңдар. Проблемалық сұрақтарға жауап беріңдер. Біздің жақта қыс ұзақ. Биыл қыс жұмсақ басталды да, арты толассыз жауған қарға ұласты. Әсіресе жаңа жылдың алдындағы 3 күн, 3 түнде бас көтертпей жауған қар, сол шаш етектен жауған қарға мелдеген ел мен жер ұлы тыныштың құшағына тұншығып, мәңгілікке бой суытқандай жым-жырт. Осынау адамды бой күйездікпен еснеген ессіздікке жетелер өлі тыныштық, жапалақтап жауған қар тыныштығы аса қызық, жүрек соғысын баяулатар мұң шақырады екен. Кісі бойы жауған қарды бұзып, шөп әкелетін күш қайда? Өздерінен бір хабар күтіп едім. Тіпті бергі тарбағатай қыстағында отырған жігіттер де міне 3-ші күн ат ізін салмай отыр. Соған қарағанда олар да қарға қамалып қалған секілді. Қар бағанағыдай емес, қиғаш ұшып, сабалап жауады. Жел көлбеңдеген жұмсақ қарды сыпыра ұшырып, сиыр таңдайлап әдемі сурет салып жатыр. Үйден шығуға қорынған жұрт не болды екен дегендей есіктерін ашып, сығалай қарайды да лезде жауып ала қояды. 30 жылды араға салып, барып төпелеп жауған албасты қар енді міне, әлде бір жұмбақта жат үнді сарнап, әлде қайдан құбыла жақтан қақпақылдап жеткізе бастады. Қазақтардың тілсіз жау деп атар дүлей күші бар әлемнің билігін өз қолына алып, тісін ақсита, тау-таудың сай-саласын қуалап, жемтік іздеп бұқпалап жүргендей. Алтайдың аш қасқыры ғажап бір сиқырымен боранға айналып, адамдарға қарап, арнын ашып, атылайын деп тұрғандай аса қорқынышты еді. Оралхан Бөкей. Ағаш түрінде берілген кестедегі сұрақтарға жауап беріңдер. Мәтіннен тірек сөздер мен сөз тіркестерін табыңдар. Мәтінде қандай мәселе көтерілген? Мәселенің туындау себебі? Көтерілген мәселенің салдары қандай? Мәселеге менің көзқарасым, мәселені шешу жолдары. Тапсырманың дескрипторы. Мәтіндегі тірек сөздер мен сөз тіркестерін табады, көтерілген мәселені анықтайды, көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіре отырып, шешімін айтады. Оқылымнан кейінгі тапсырма. Екінші тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерінің синонимдік қатарын мәтіннен тауып, сол сөз тіркесі бар сөйлемді синонимдік қатармен алмастыра отырып қайта өңдеп жазыңдар. Дескриптор. Мәтіннен сөз тіркестерінің синонимдік қатарын табады, сөйлемді өңдеп қайта жазып шығады, жалғауларды орфографиялық нормаға сай жазады. Әдеби тіл норма, жіктік жалғау. Баяндауыш пен бастауышты байланыстырып, қимылдың қай жақ арқылы жүзеге асатынын білдіретін жалғау жіктік жалғау деп аталады. Жіктеу негізінен етістікке тән, дегенмен адамға қатысты зат есімдер де жіктеледі. Мысалы, мен қазақтың баласымын, сен оқушысың. Тек адамға ғана қатысты зат есімдер жіктеледі. Ал қала, дала, бақша, өзен, көл, дәптер, тақта, тағы да басқа сол секілді зат есімдер жіктелмейді. Жіктік жалғаулардың үш жағы да буын үндестігі бойынша жуан жіңішке нұсқада. Сонымен қатар бірінші жағы дыбыс үндестігі бойынша сөздің соңғы дыбысына сәйкес қатаң, ұяң, үнді дыбыстардан басталатын нұсқада түрленіп жалғанады. Үшінші тапсырма жазылым тапсырмасы. Қар туралы мәліметтермен танысыңдар. Жалғауларды тауып талдаңдар. Үндестік заңы бойынша жалғаулардың қалай жалғанғанын түсіндіріңдер. Тапсырма дескрипторы жіктік жалғаулар тауып талдайды. Жіктік жалғаудың қолдану ерекшелігін үндестік заңы бойынша түсіндіреді. Төртінші тапсырма жазылым тапсырмасы. Оқылым және тыңдалым мәтіндерін пайдалана отырып мәтін құрап жазыңдар. Қарды берілген сөз тіркестерімен сипаттаңдар. Үндестік заңына сәйкес жіктік жалғауының ерекшелігін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазыңдар. Берілген сөз тіркестері: тоқтамай жауған қар, төпелеп жауған қар, мәңгілікке бой суытқандай, өлі тыныштық, қарға көміліп қалу, тілсіз жау, қар тыныштығы. Тапсырма дескрипторы: қарды сипаттап мәтін жазады, сөз тіркестерін қатыстырып мәтін жазады, орфографиялық нормаға сай жалғауларды дұрыс жалғап жазады. Сабақтың соңында білім алушылардан кері байланыс алынады. Бағалау терезесі әдісі. Білім алушыларға сабақ соңында кестені толтыру ұсынылады. Кестеде көрсетілген Т плюс бағанына сабақта ұнаған нәрсе жазылады. Ақпарат, жұмыс түрлері,
С минус бағанына сабақта пайда болған сұрақтарын жазады. Қ қызықты бағанына оқушылар ұнамаған немесе түсініксіз сәттері, оқушы пікірі бойынша оған ешқандай қажеттілік жоқ ақпарат жазылады. Үй тапсырмасы 13 бет 5 тапсырма. Қардың түрлері бойынша қосымша ақпарат жинақтаңдар.